Бағана Ерсін ұстаз айтып жатыр, енді оны мен өзім ұялып жатырмын. Сіздер қалай ұялу болды ма, болмады ма? Көріңіздер бір іштеріңізді. Бүйде не деді? Оқы да көтеріл деп айтады дейді ертең. Ойлаңызшы. Алла тағала бар ғой, оқы да көтеріл аятты. Сен жаттаған жеріңе дейін көтерілесің деп айтады. Мысалға, 4 сүремен әлі 10 жылдан бері ұрып жатқандарымыз бар ішімізде. Фатиха, Ихлас, Каусар бар, ең қиын сүре, сосын Фалақ бар, или Нас бар. 4-5 сүремен ұрып келе жатырық, и ол кириллицамен жатталынған ғой. Кириллица. Құдайдың құдіреті кеше Алматыдан ұшайын деп, самолетке отырайын деп жатқан кезде ақшам намазын оқыдық та жамағатпен. Аэропортта ғой, аэропортта. Құдай маған соны көрсеткісі келген шығар әдейі бүгін айту үшін. Бір жігіт шықты имамдыққа. Енді ана жерде имамдыққа шығам деп те орын алмайсың. Өзінше екен бір ұстазбын деп деген сияқты. Сонымен анау орынып шықты енді, ал жақсы деді. Намаз дұрыс болсын әйтеуір дедік. Сонымен не деді? Фатиханы бітірді. Алам тара тара кайфала фи асхабил фил деді ғой. Машалла. Анау қандай аят анау? Алам басанал бір асхабил фил бірдеңе. Анау фил сүресін оқып жатқан жоқ. Өзі бір сүре жасап алып оқып жатыр анау. Ұялмайды еще, имамдыққа шығып тұр. Менің құрамым тура деген сияқты ше. Ұялса кішкентай. Ұялмайды. Имамдықта тұр. Кириллицамен жаттаған. И кириллицаны дұрыс емес жаттаған ғой. И соған разы өзі. Имам Абу-Лайс Самарқан дейді, кімде-кім өзінің тілінде аяттар жаттап алып, сонымен намаз оқып жүріп, соған разы болса, оның намаздарында проблема бар деп айтқан. Кімде-кім өзінің тілінде жаттап алып, кейін түп нұсқадан үйреніп жүрсе, онда оның намазды дұрыс деп айтқан. Осындай сөзі бар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бұл Құранмен қалай болса солай мәміле. Ертең оқы да көтеріл деп айтады. Мысалға, жаңағыдай тұрсың, алам таро кайфа фағала мағала деп мысалға ана жерде. Бір аятқа да есептелмейді ғой. Вообще Құранды қорлау болады ғой деген. Оқы да көтеріл дейді. Жаңа жаттаған 4 сүреңіз бар, мына жерде пиқ деп көтерілдіңіз. Кетіп баратыр ана жақта. Сізбен бірге жүрген балдар вроде. Бірақ не? Ясин жаттап қойған техничный. Тәбәрәкті күнде кешке оқиды жатарда. Кетіп баратыр анау. Ай, өкінгеннің көкесі сол кезде болады дейді.